Мынау көптеген мынау пантүркизммен ауыратындар, түріктерді бір туыс көріп, жақсы көріп, Түркияға деген бір тілектестігі барлар, сосын Қазақстандағы сүлейменшіліктің жаңағы секташылдықтың несіне ұшырағандар, Петқолла Гүленнің жаңағы сектабастары, мысалы, солар бір түрлі былай ойлайды, мысалы, Еуроодақ Түркияны қабылдамай қойды, евроцентризм анау-мынау дейді. Мен Түркияда жарым жыл өмір сүрген адаммын. Түріктің саяси сауаттылығы 0. Түріктің халқының саяси сауаттылығы 0. Олар Еуроодаққа қосылатындай халқы өзі кәдімгідей үйісіп, азаматтық қоғамды қалыптастырып, партиялар дереу құрылып, үкіметтік емес ұйымдар дереу құрылып, сақ-сұқ етіп, мына мәселе бізге зиян, мынандай жаңағы шешім бізге зиян деп, дереу жаңа парламентте, конгресте көтеріп, өтіп шеше алатын қалды емес. Сондықтан Түркияда мынау Ердоған шалы бір отырғанда міне 20 жыл ма, 30 жыл қанша жыл болды, Ердоған қай кезден бастап билікті ұстап отыр. Түркияда президент жаңағы билік емес, басты билік премьердегі кезінде премьер болып отырды. Артынан жаңағы заңды өзгертіп жіберіп, президент бірінші билік өкілі болған кезде президент болып тағы отырды. Білмеймін енді бұл шалдың жаңағы архивінде. Мен жалпы айтайын дегенім саяси сауаттылық. Түркияның халқы да жаңағы діни фанатизмнің батпағына батқан, мына шалың жаңағы ертеде медресені оқыған, отырып алып Құранды қырағатымен жаңағы арабтың ырғағына салып тұрып бір оқып жібереді, бітті. Түріктер деп бастарын шайқап, қара шайларын белін буған айнақ стақандағы қара шайларын ішіп, дөнерлерін жеп отырып, ауыздарынан сілека пах-пах-пах дейді. Мәселе оның Құранды қырағатпен оқығандығы керемет. Енді ол бір керемет қари болатын шығар. Енді ол бір керемет молда болатын шығар, уағызшы. Бірақ ол Түркияда қазір демократия орнатты ма? Қап сонда тұр. Қап сонда тұр. Жаңағы Петқолла Гүленшілердің қанша жүзі мыңы түрмеде отыр. Мен бұл жерде Гүленшілерді жақтап тұрған жоқпын. Бірақ саяси ұстанымы үшін олар отыр. Қудаланып жатыр. Қашып Америкаға келіп жатыр. Мен өзім секташылдықты, жаңағы дін тонын жамылып саясатқа кіруді ұнатпаймын. Бірақ билік иелерінің өзіне ұқсамаған көзқарастағыларды жаппай түрмеге қамауын, оны тіптен ұнатпаймын. Бірақ қазір Түркияның экономикасы не болды? Не болды экономика? Бітті. Біз барғанда 2020 жылы $1 7 лира болатын. Қазір қанша болды? $1 қанша лира? 30 лираға жетіп қалған шығар. Білетіндер жазыңдаршы. $1 қанша лира болды? Гуглден іздеп сұраңыздар. Кетті экономика. Ал біз жек көретін ата жау Қытаймен одақ болды. Қаншама ұйғырды ұстап алып Қытайға қайтарып берді. Құдайға шүкір, Түркия ұстап алып қазақты қайтарды дегенді естіген жоқпыз. Бірақ ұйғырларды шырылдатып қайтарып берді. Бірақ ұйғырларға былай қарасаң еркіндік беріп қойған сияқты болады. Жаңағы бәленбай жүз ұйғырдың ұйымдары бар, анда санда туларын көтеріп алып, ай жұлдыздың көк туын көтеріп ұйғырлар жаңағы Стамбулда, Анкарада ереуіл өткізеді де жатады. Бірақ тымпиып бәленбай ұйғырды қайтарып та берді. Базарларында жұмыс істеп жүрген ұйғырлар жоғалып та кетті. Құжаттандыруда енді 50 мыңдай ұйғырға азаматтық беріп, анау-мынау беріп, грин картаның иқаметтерін беріп, жаңағы. Міне $1 29 лира дейді. Беріп қойды енді жаңағы. Онысы бар. Бірақ жасырында Қытаймен ымыраға келіп жатыр. Зиннеткүл Тұрсын деген әйелді 2019 жылы мас қылып, наркоз укол қойып, Тәжікстанға ұшатын Стамбул Душанбе ұшағына салып жіберген. Әйел ұшаққа кім әкелгенін білмейді. Ұшақта есін жиса, мен қайда отырмын десе, жаңа ұшақта, бұл қайда ұшады десе, Стамбул Душанбе дейді. Әйел аңырап жылайды. Сонда кім оны кеденнен өткізді? Кім оны амандық тексеруден өткізді? Түріктің арнайы қызметі болмаса кім істейді соны? Ал ол әйел сұмдық бір керемет шпион емес, жай кәдімгі қатын, кәдімгі саяси сипаты жоқ, діни секталық сипаты жоқ, жай адам болған. Неге? Қытайға керек болды. Қытайға керек болды. Қытай оны бір мақсатқа пайдаланбақ болды. Ал сол ұшақтағылардың
міне белсенділігі. Мысалы аты осы күнге дейін ешкім білмейтін сол ұшақтағы адамдар үлкен қылмыстың бетін ашты. Қандай? Ана әйел аңырап жылайды. Менің балам Түркияда оқып жатыр, соның нөмірін жазып алыңдар дейді. Жазып алады. Ана елдің мықтылығы миға сақтап алған. Миға сақтап алған. Сондықтан мен бәрін айтам, бала шаға таныс білістің телефонын миларыңа сақтап алыңдар. Миларың. Ана ел айтып береді. Сосын Сауди Арабияда сіңлісі тұрады екен. Аңырап жылап, оның да телефонын жатқа айтып береді. Мен енді Душанбеге барсам дейді. Мені Қытайдың полициясы, Қытайдың армиясы күтіп алады, бітті құрыдым дейді. Көрдің ба? Сөйтіп ақырында бұл ақпарат соның шетелдегі туыстары арқылы бұл әйелдің Қытайға депортацияланған дүние жүзіне шығады. Дүние неге? Қытаймен одақтың жаңағы бір өңір бір белдеу жобасына, жаңағы жоғары пайызды өсімді жобасына кірді де кетті. Ал Қытай ол ақшаны тегін бере ме? Түріктің қанша зауыты банкрот болды? Бәленбай ғасырлық жұмыс істеп келе жатқан фабрикалар, киім-кешектері Қытайдың ана мемлекет субсидия беретін, мемлекет тарапынан өтемақы төленетін, мемлекет тарапынан электр кешірілетін, мемлекет тарапынан қолданған суына ақша алынбайтын, мемлекет тарапынан әрбір экспорттаған тауар үшін бәленбай төлемақы төленетін түріктің жаңа Қытайдың арзан киімі түріктің дәстүрлі мата өнеркәсібін, түріктің дәстүрлі киім-кешек өнеркәсібін құртты қазір. Қазір Түркияда өңкей made in China болып кетті. Неге? Халық саяси сауатсыз, Қытаймен одақ болудың ең соңында өздерін банкрот қылатынын біліп отырып, ана жаңа әдемілеп оқыған Құранның қырағатына балқып, бастарын шайқап, белі болған айнек стакандарында қара шайларын тамсанып отырып ішіп, дөнерлерін жеп отырып, тұтас мемлекет банкроттыққа кетіп бара жатыр. Ана құлақтарында жаңа әдемі қырағат басты былай шайқап кеткені, бірдеңкеге рахаттанғанда бас шайқау, ол сарттың мінезі. Бастарын шайқап отырып банкрот болып, қалталарындағы ақшаларынан айырылып қалды. Негізінде түрік пен Қытай бәсекелеседі, күндес болатын елдер еді. Себебі Қытайдың да арзан киім-кешегі Еуропаға шыққысы келеді. Түріктің киім-кешегі батыстың нарығында кәдімгідей рөл атқаратын. Екіншісі Қытайдың жаңағы жол салатын, үй салатын сервис компаниялар, құрылыс компаниялары Американың батыстың нарығына бәсекелеседі. Ал Еуропа, әсіресе Германия түріктің клиенті болатын. Олар осы салада жұмыс істейтін. Бәсекелеседі. Ал енді түріктің киім-кешегі, мата фабрикалары Қытаймен бәсекелеседі. Түріктің жаңа тұрмыстық техникалары Қытаймен бәсекелестік деңгейге жетіп қалып еді. Енді өзінің бәсекелесіне нарығын беріп қойып, өзінің нарығын өзі қиратты. Неге? Халық саяси сауатсыз. Саяси сауатсыздығы соншалық. Бәленбай мыңжылдық сауда жасайтын, ақшаның үстінде тік тұра алатын осы халық саяси сауатсыздығынан ана саудадан да зиян шекті. Саяси сауатсыздығы кесірінен саудадан да зиян шекті. Міне. Көрдіңіз ба? Болмаса сауда кірген қой. Ақшаның қайдан келетінін, Қытайды нарыққа кіргізсе өзінің құруйтынын білмей ме? Біледі. Бірақ ана қырағатқа елтіп отырды да, ана Молдекең ең соңында алдап соқты. Міне, әңгіме қайда жүр. Сондықтан мен қазақтарға айтамын, саяси сауатты болайық. Саяси сауатты болайық. Саяси сауатты болмайынша ештеңке өнбейді. Әңгіме осында тұр.